Ал Майғазиев тыңдармандарына тәтті концерт тарту ету үшін еш нәрседен аянып қалмақ емес. Өнер иесінің айтуынша бұл шоу бұрын соңды болмаған деп отыр. Қомақты қаржын талап еткен кеш қандай ерекшеліктермен елді елең еткізбек? Серқазы Аязбаев айтады. Осыдан 2 жыл бұрын елордалық тыңдарманға жеке концертін ұсынған Сәкен бұл жолы Алатау баурайында ән кешін өткізбек. Тәуекелге бел буған өнер иесі ұйымдастырушы ұжымның еңбегіне қомақты қаржы төлеуге серт берген. Режиссерлік жұмысың үшін көп ақша сұрап жатқан жоқсың ба дегенде, мен қанша сомма екенін айтпай қояйын. Ол осыншама суммаға деп айтып жатқан жігіттерге, сынап жатқан жігіттерге айтқым келеді, концерттен кейін айтсын ол сындарын деді. Мен шынымды айтсам, сол сөздің өзі мені бір жанымды семіртті десем болады. Деңгейі жоғары кеш Майғазиевтің қалтасын жұқартар болса да, әншінің көңілі тоқ. Концерттік бағдарламам түрлі шоуға тұнып тұр дейді. Тіпті Сәкен құны $70.000 тұратын темір тұлпарын сатуға да әзір. Өйткені өнерді өмірімде бұққан әнші үшін халықтың қошеметінен артық бақыт жоқтығын айтады ол. Қаржылай қиындық көріп қалып жатсам да, мен астындағы темір тұлпарын сатсам да, шоколад концерт өткізем. Сәкенді бірнеше қырынан көресіздер, Алла нәсіп етсе. Және мұндай концерт болған жоқ деп айтсам болады. Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында жоспарланған кешке су жаңа дуеттер мен Сәкен Майғазиевті жұртқа әйгілеген Музарт тобы да қатысады. Музарт мен үшін бірінші пландағы үлкен топ. Мен Музарттың әншісі ретінде өзімді бақытты әншілердің санатындамын. Музарт атынан ат үркетін топтың мүшесі екенін мақтан етем. Сол себепті Музарт тобы міндетті түрде болады.